Қайырлы күн оқушылар, 3-ші сыныптың 74-ші сабағымен жалғастырамыз. Сонымен 31-ші жаттығу киіз үй мен ағаш үй деп аталатын мәтін бар екен. Мәтін не туралы дейді? Мәтін киіз үй мен ағаш үй туралы және сол үйді салушы құрылысшылар жайында. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып, жауап беріңдер. Қандай сұрақ қоюға болады? Мінекей сұрақтардың бірі, екі дос ұрысып қалғаннан кейін дауды шешу үшін кімге жүгінеді? Екінші сұрақ, әділ қазы не деп жауап береді? Үшінші сұрақ, әділ қазының төрелігіне екеуі келсе ме? Содан кейінгі келесі тапсырма, киіз үй мен ағаш үйдің ортақ белгілері мен өзгешеліктерін ата. Киіз үй мен ағаш үйдің ортақ белгілері қандай екен? Бірінші, екеуінің ішінде де өмір сүруге болады, яғни екеуі де үй. Екеуі де жылуды сақтайды, жылу ішінде жылы болады киіз үйдің. Екеуінде құру үшін құрылысшы керек, яғни екеуінде белгілі бір адам салуы тиіс. Өйткені кез келген адам үйді де киіз үйді де тұрғыза алмайды. Ал енді екеуінің өзгешеліктері, яғни айырмашылықтары: киіз үйді құру жылдамырақ, киіз үй көшкенде ыңғайлы, өйткені оның жабдықтарын өзімен бірге алып кетесің. Киіз үй жаз мезгіліне ыңғайлы, өйткені ішінде салқынды ұстап тұрады, жазда ондай қатты ыстық емес. Ағаш үйді салу үшін ұзақ уақыт керек. Ағаш үй жылуды жақсы сақтайды, ағаш үй қыс мезгілі үшін ыңғайлы, яғни іші жылы болып тұрады, пеш жақсаңыз. Енді қарамен жазылған сөздерден туынды зат есімдер жаса дейді. Дос, оған тық деген жұрнақ қосақ, достық болып шығады. Табыс, оған т деген жұрнақ қосақ, табысты, яғни ақшасы бар, бай болып шығады. Жалғастырамыз. 32-ші жаттығу, өлеңді көркем жаз дейді. Өлеңді дәптерлеріңізге көшіріп жазасыздар. Өлеңде не туралы айтылған? Өлең жайлауға киіз үй тігуге шыққан ата туралы. Киіз үйдің қандай жабдықтарын білесің? Киіз үйдің жабдықтары уық, шаңырақ, кереге, туырлық, киіз, барлығы киізбен қапталып тұрады. Зат есімді сөз құрамына талда дейді. Ішінде зат есімдер бар ма екен? Міне, атам деген сөз зат есім, түбірі ата, мы, жалғау. Жайлауға, түбірі жайлау, ға деген қосымша, яғни жалғау екен. Малын, түбірі мал, содан кейін қосымша, ны қосымша, екеуде жалғаулар. Үй деген зат есім, жалғау, ны жалғау, екеуде қосымша. Жиһаз, негізі түбірі жи деп алсақ та болады. Негізгі бұрындағы түбірі жи болған, одан жиһаз деген сөз шыққан. Енді қазір түбірін жиһаз деп алсақ та болады. Содан кейін бұл жалғау, яғни қосымша. Туырлық бұл түбір сөз, және аспан бұл да түбір сөз. Келесі 33-ші жаттығу, мәтінді оқу керек, өздеріңіз оқып шығыңыздар мәтінді. Қарамен жазылған сөздердің түбірін тап дейді, оларға түрлі жұрнақтар қосу арқылы туынды зат есім жаса. Мінекей қарамен жазылған сөздер: кітап, оған хана дегенді қоссақ, кітапхана болады, оған ш дегенді қоссақ, кітапхана ш болып шығады. Содан кейін кітап және кітапша деген бар. Осылайша ша деген жұрнақты да қосуға болады екен. Мал, түбірі мал, оған ш деген жұрнақ қоссақ, малшы болып шығады. Құс, оған бегі деген жұрнақ қоссақ, ол құс бегі болып шығады. Құсты баптайтын, өсіретін адам. Құс бегі, ат бегі деген сөздер бар қазақ тілінде. Аң, оған ш деген жұрнақты қосатын болсақ, аңшы болып шығады. Аңды бағатын, аңға шығатын адам, аңды аулайтын, аңды ататын адам. Мүсінші, түбірі мүсін, оған ш деген жұрнақ қосқанда, ол мүсінші, яғни мүсін жасайтын, түрлі ескерткіштерді, мүсіндерді, памятниктерді жасайтын адамды мүсінші деп атаймыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Түсінбеген тұстарыңыз болса, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Енді келесі тапсырмамен жалғастырсақ, қазір келесі тапсырма, мінекей 34-ші тапсырма, төмендегі сызбаға сүйеніп жасырынған сөздерден жұмбақты тауып оқы дейді. Шешуін тап. Сонымен қабырғасы тор көз, төбесінде зор көз. Жауабы киіз үй екен, қабырғасы тор көз деп тұрған, ол қабырғасының керегелерден, кішкентай керегелерден жасалғаннан, расында да киіз үйдің қабырғасы, ішіне кіріп қарасаңыз, ол тор көз болады. Төртбұрышты. Төбесінде зор көз деп тұрған, ол төбесі дөңгелек, шаңырақ, соны айтып тұр. Немесе туырлық. Сонымен жауабы киіз үй. Енді шешуіндегі сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Наурыз мерекесі болғанда біз аулаға үлкен ақ киіз үй тіктік. Немесе наурыз мерекесі болғанда біз киіз үйге кіреміз деген сыңайлы, киіз үй тігеміз деген сыңайлы, сондай сөйлем құрасаңыздар болады. Балалар, осымен сабақты аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше аман есен болыңыздар.